Пайдалы әрі құнарлы жасымық сорпасын мейрамханадағыдай жылдам әзірлейміз. Алдымен қазанға үлкен бір ас қасық сары май салып, майдалап туралған пияз, сәбіз, картопты, қалауыңызша сарымсақ қосып, аздап орташалау отта күйдірмей араластырып қуырып аламыз. Кейін суды құямыз, суы қайнай сала томат пастасын және дәміне қарай тұз қосамыз. Енді 4-5 мәрте дұрыстап жуылған қызыл жасымықты қосамыз да қақпақ астында 20 минут бұқтырып пісіреміз. Міндетті түрде жасымықтың қызыл түрін алыңыздар. Блендермен жақсы еземіз. Дайын жасымық сорпасын шұңғыл ыдысқа құямыз. Тағамға қалауыңызша қызыл бұрыш қосамыз. Бір тілім лимонмен дастарханға әдемі қылып ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын.